Сәлеметсіңдер ме, қымбатты 6 сынып оқушылары? Әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда біз Алып ер-тұңға дастанымен танысамыз. Алып ер-тұңға көне жыр. Алып ер-тұңға дастаны ежелгі түркі тайпаларының шежіресін аңыздар мен тарихи деректер негізінде баяндайтын қаһармандық жыр. Сабағымыздың мақсаты, балалар, әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Бағалау критерийлері. Әдеби туындының фабуласы мен сюжетін анықтау жанрлық ерекшелігін ажыратады. Суреттер арқылы жырдың мазмұны мен тақырыбын болжайсыздар. Балалар, мына берілген 2 суреттен не байқадыңыз? Кімнің суретін көріп тұрсыз? Тасқа қашалып жазылған не деп ойлайсыздар? Тақырып не туралы болуы мүмкін? Кәне, ойымызды дәптерге түсірейік. Балалар, Алып ер-тұңға өте көне замандарда өмір сүрген түркілердің көсемі. Иранның ұлы ақыны Фирдаусидің Шахнама кітабының кейіпкері. Бұл кітапта Алып ер-тұңға Афрасияп, Туранның түр елі түріктердің патшасы болып суреттеледі. Алып ер-тұңғаның Барысхан атты ұлы Каз есімді қызы болған. Қаздың 2 шаһары Іленің маңайында, ал Барысхан қаласының орны ыстық көлдің жанында. Алып ер-тұңға қайтыс болғанда, артында қалған елі жоқтау шығарған. Бұл жоқтау 11 ғасырда Махмуд Қашқари жазған түркі сөздерінің жинағы деп аталатын кітабында сақтаулы. Бұл жырдан қазақтың жоқтау айту салтының өте көне заманнан келе жатқанын байқаймыз. Жырдың мазмұнында опасыз дүниенің алып ер-тұңғаны аямағаны, түркілердің оның қазасына қатты қайғырып, бөрідей ұлып, жағасын жыртып, жылағаны айтылады. Яғни алып ер-тұңға қайтыс болғанда, оның артында қалған елі жоқтау шығарған екен. Мына дерекке назар аударыңыздар. Ер-тұңға түркі халықтарының арғы ата-тегі тарихынан сыр шертетін қаһармандық жыр. Біздің заманымызға ер-тұңға жырының жалпы сюжеттік желісі мен жекелеген үзінділері ғана жеткен. Әйтсе де, сол үзінділерінің өзінен ақ бұл жырдың мазмұнын, негізгі идеясын, көркемдік дәрежесін аңғару қиын емес. Жырдың басты қаһарманы, яғни кейіпкерлері Алып ер-тұңға. Алып ер-тұңға аты аңызға айналған тарихи тұлға, балалар. Бірінші тапсырма. Балалар, сіздер ғаламтор көздерінен Білімленд сайтынан жырды мұқият тыңдап шығасыздар. Балалар, мәтін мазмұны сенің болжамыңа сәйкес келді ме? Мәтін мазмұнымен таныса отырып, түртіп алу әдісімен кестені толтырыңыздар. Білемін, мен үшін түсініксіз, мен үшін бұл жаңа ақпарат және мені таңғалдырады. Дескриптор жырды мұқият тыңдап, мазмұнымен танысады. Екінші тапсырма. Жырға сатылай кешенді талдау жасаңыз. Алып ер-тұңға жыры, шығарманың жанры поэзия, шығарманың фабуласы, мазмұны белгілі формада жазылған, яғни жыр жоқтау үлгісінде жазылған. Шығарманың сюжеті. Алып ер-тұңға қайтыс болғанда бүкіл ел қайғырғаны, ең қатыгез батырдың өзі еңіреп жылағаны, шайқастың қаншалықты ауыр болғаны, екі жақтың да аянбай күрескен батылдықтары тізбектеле суреттеледі. Балалар, Алып ер-тұңғаға арналған жоқтауды қазақ жоқтауларымен салыстырып көріңіз, ұқсастықтарын табыңыздар.